Достар, барлықтарыңызға сәлем. Бүгін сіздерге өрік қосылған дәмі керемет және өте оңай пирог рецептін ұсынамын. Видеоны соңына дейін қарап, менімен бірге дайындаңыздар. Ең алдымен өрікті жуып, оны ортасынан екіге бөліп дәнегін алып тастаймыз. Ең бастысы, өріктің дәмі қышқыл емес, тәтті болуы тиіс. Сол кезде пирогта дәмді болып шығады. Кейін формаға міндетті түрде пергамент қағазын төсеп, өздеріңіз көріп тұрғандарыңыздай өрікті тізіп шығамыз. Ал енді өріктің бетіне шамамен 2-3 шай қасықтай қант себу керек. Ал қазір қамырын дайындаймыз. Ол үшін бөлме температурасындағы сары майға қант пен шым-шым тұз қосып, қант ерігенше барлығын жақсылап миксерлейміз. Бөлме температурасындағы жұмыртқаны бір-бірден қосып, миксермен араластыруды жалғастыра береміз. Енді майлылығы 20% қаймақтан 80 грамм қосамыз. Сонымен қатар 1 грамм ванилин де қосып, ары қарай миксерлейміз. Соңында жарты лимонның цедрасын қосып, ұнға 1 шай қасық қопсытқыш салып, екеуін араластырып болғаннан кейін ұнды елеуіштен елеп қамырға қосамыз. Ал енді силикон лопаткасымен мінекей осылай 1 келкі қамыр болғанша жақсылап араластырамыз. Дайын қамырды өріктің үстінен құямыз. Әрине қамырды өздеріңіз көріп тұрғандарыңыздай тегістеп шығуды ұмытпаңыздар. Пирогты алдын ала 180 градус қызып тұрған пеште 40-45 минут пісіреміз. Мінекей достар, біздің пирог дайын, енді оны міндетті түрде толықтай суыту керек. Суығаннан кейін жалпақ тарелканы пирогтың бетіне мінекей осылай қойып, оны аударамыз. Енді ары қарай барлығын видеода көріп тұрғандарыңыздай істейміз. Қалауларыңызша пирогтың бетіне қант ұнтағын сеуіп шықсаңыздар да болады. Сол кезде пирог одан да дәмді болады. Ал қазір достар, сіздерге пирогты кесіп көрсетемін. Мінекей достар, өздеріңіз көріп тұрғандарыңыздай пирог өте оңай кесіліп жатыр. Оның қамыры керемет, әдемі болып піскен. Міндетті түрде дайындап көріңіздер, өзіңізді және жақындарыңызды қуантыңыздар. Сіздерге бұл пирог ұнарына сенімдімін. Достар, менің видео рецептімді қарағандарыңыз үшін сіздерге үлкен рахмет. Бұл рецепт сіздерге ұнаған болса, міндетті түрде лайк басып, өз пікірлеріңізді қалдыра кетіңіздер. Келесі кездескенше аман сау болайық.